Бүгінгі күні жер жүзіндегі ахметлі машқалалардың бірі адам саудасы болып есептелінеді. Бұл ілеттің алдын алу һәм оған қарсы күресу бағдарында елімізде бір қатар иләжләр әмелге асырылмақта. Адам саудасы аймақ һәм шекара, макан таңламайтұғын жинаят есептелінеді. Қазіргі уақытта республикамызда адам саудасына қарсы күресу айлығы шеңберінде үгіт-насихат иләжләре давам етпекте. Жәмиетімізге айрықша қауіп салып отырған адам саудасына қарсы күресуге байланысты елімізде бір қанша низамлар шығарылды. Өзбекстан Республикасында ең ұлы қадірият инсан, оның өмірі, еркінлігі, қадір қымбаты, һәм басқа да құқылары конституциямен қорғалады. Сондықтан да низамшылықта адам саудасы үшін жинайы жауапкершілік белгіленген. Нөкіс қалалық әділдік бөлімі тарапынан пайтақтымыздағы Аланияз Қаһарма макам бұқаралары жиыны тұрғынлары үшін шілкімлестірілген иләж дауамында құқықты қорғау қызметкерлері соңғы жылдарда адам саудасы һәм мәжбүри минетке қарсы күресу системасын жетілдіру бойынша бір қатар қарарлар қабыл етілгенлігін, бұл өз нәубетінде әлбетте тараудағы жұмысларға үнемі тәсір көрсетіп отырғанлығын айрықша атап өтті. Қарапайым ішкі істер министрлігі оперативтік қыдыру қызметі шөкілмескен жинаяттарға қарсы күресу басқармасының тарапынан соңғы шегем адам саудасына қарсы күресу жөнелісі бойынша бірқайсы жұмыслар алып барылып жатырды. Атап айтатын болсам, осы жылдың 7 ай davomida адам саудасымен байланысты 4 халат анықталған. 4 халатты атап айтатын болсақ, 2 халат ер жетпеген қыздарды жынси байланысқа қойып беріп жатқан халатлар анықталған. 1 халатты сырт елге жынси эксплуатация қылу мақсатында алып бара тұрғанда анықталған. 1 халатты бала саудасы менен шұғылданып жатқан жағдай анықталған. Июль айы республикамызда адам саудасына қарсы күресу айы деп белгіленген. Бұл бойынша Нөкіс қалалық әділдік бөлімі тарапынан үгіт-насихат жұмыстары әмелге асырылмақта. Әрқандай адам саудасы менен байланысты әрекетті әмелге асырып жатырған бұқара адам саудасы менен шұғылданушы шахс есептелінеді. Бұл бойынша 3 жылдан 5 жылға шейін азатлықтан айыру, 3 жылдан 5 жылға шейін азатлықты шектеу жауапкершілік мәселесін заңшылығымызда белгіленген. Адам саудасы құрбанына айланып қалып жатқан бұқаралар, бұлар минет мигрантлары есептелінеді. Сол себеплі біздер махаллелерде бұқараларға тек қана сенімді агентліктерге müracaat етуін ұсыныс етіп жатырмыз. Иләж барысында адам саудасының құрбаларын анықтау, қорғау һәм социалдық реабилитациялау, сондай-ақ жинаятлардың құрбанына айланған бұқараларға медициналық, психологиялық һәм басқа да жәрдемдерді көрсету, адам саудасына байланысы бар бұқараларды тергеу һәм жауапкершілікке тарту бағыттарында әмелге асырылып жатырған жұмыстары хақында да мағлұматлар берілді.